Сәлем достар, сіздермен бірге Әйгерім Бейсенбі. Бүгін бізде қонақта журналист, тележүргізуші, менің аттасым Әйгерім Есенәлі. Қайырлы күн. Әйгерім ханым, қош келдіңіз. Көп рахмет шақырғандарыңызға. Сізді көргеніме қуаныштымын. Мен де танысқаныма қуаныштымын. Біздің подкастымыз жастарға арналған, жастарға бір танымдық, рухани әңгіме болсын деп, сіз сияқты медиа саласында жүрген, спорт саласында жүрген, білім саласында жүрген белгілі мамандарды шақырамыз. Тамаша, бастама. Әйгерім ханым, бірінші сұрағым, жастар қазір танымалдылыққа өте бір талпынады, бәрі танымал болғысы келеді, бәрі медиада жүргісі келеді, екінің бірі блогер болғысы келеді. Бұл немен байланысты деп ойлайсыз? Жалпы алып қараған кезде бұған біздің кез келген қоғамдағы социум өкілі әртүрлі, мысалы немесе әлеуметтік топ болсын, жас ерекшелігіне байланысты әртүрлі топ өкілдері болады. Мен байқаймын, біреуде радикалды көзқарас, біреу керемет қолдап жатады. Бұған қалыпты деп қарау керек. Мысалы, кеңес үкіметі кезінде стиляги деген, мысалы, тым ярко, жарқын киінетін жастарға көпшілік қабылдамады, айқай болды, жазалады, бірақ қалай десек те бүкіл әлем соған көшті. Яғни ескіден жаңаға көшетін тұста оны қабылдамау, оны түсінбеу болады, ол орынды. Бірақ қазір жастардың барлығының жеке бренд қалыптастыруға ұмтылысы менің ойымша ол керемет. Өйткені менің барлығы бірден жұлдыз болып кетеді деп айта алмаймын. Барлығы бірден қызыл кілемде жарқырап жүретіндей. Ұмтылса да керемет, ұмтылса да, болса да, болғысы келсе де, неге болмасқа? Шамасы жетіп жатса, қолынан келіп жатса, неге жасамасқа? Егер кішкене флешбек жасайтын болсақ, бізде елімізде 2000 жылдардан кейінгі бір 10-15 жылдық тым қатты медиа және сахна өкілдерін танымалдық культқа айналдырып жіберген кезеңдер болды да. Сәйкесінше олар ол кезде енді бізде тек телеарна болды, журнал ғана болды, кул дейтін неше L дейма бір сондай журналдардан көреміз, телеарнадан көреміз. Солар ғана бай, солар ғана жаңағы үлкен жетістікке жететін. Жарқыраған өмір. Иә, соларда ғана бәрі дұрыс деген ұғым қалыптасып қойды, ассоциативті. Сәйкесінше ол кезде бизнес өкілдері өзін танымал етпейтіндігін, ол кезде ақша туралы айту сәнді болмаған. Сондықтан қазір соларды көріп өскен балалар бүгінгі күндері сәйкесінше көріп өскен моделіне сәйкес жұлдыз болуға ұмтылып жатыр. Оның плюсы қандай? Плюсы бізде қоғамда менталды бір кездері тоже ол да кеңестің кезінен қалып қойған, тыныш отыр, артық айтпай ақ қой, осы жерде үндемей ақ қойдан пайда болған. Мысалы бізде физикалық мінезге қалыптасып қалған блоктар болады. Айтпайтын, сөйлемейтін көп адам, көп біздің замандастарымыз сөйлейтін кезде дірілдейді, толқиды, терлеп кетеді. Мен өзім көп кездестіремін, күніне 3 адамнан интервью алатын бағдарламам бар. Сол жерде бәрі толқиды. Неге? Казалось бы, жақсы эксперт, жақсы сарапшы, бірақ пікір айтуға келген кезде толқиды, білетінін айтуға келгенде. Оның барлығы бала кезде қалыптасып қалған тыныш отырдан, иә? Ал қазір жеке бренд болуға ұмтылыс, ол өзінің өнімін өнім ретінде өткізуге ұмтылыстың белгісі жай ғана. Қазір бәріміз жақсы білеміз, сіздің өзіңізде егер бір дүкеннен қарапайым көйлек алам десеңіз, егер ол дүкеннің парақшасы жақсы маркетологпен жүргізілмесе, сізде оған сенім болмайды. Кез келген эксперт міндетті түрде медианың бірнеше бағытында өзін көрсетіп, мойындатып барып, сата алатын деңгейге жетіп қалды. Сондықтан бәрі жақсы түсінеді. Сатудың ар жағында тұрған жақсы табыс, ол танымалдық, яғни белгілі бір деңгейде өзін өнім ретінде және өнімін жеке бренд арқылы танытудан деп. Сондықтан бұл енді бизнес. Тамаша деп ойлаймын. Әлеуметтік желі жаңа айтып қалдыңыз, енді біз өзімізде киім алатын болсақ та, зат алатын болсақ та, қазір дүкенге бармайтын болдық қой, интернет арқылы заказ бере саламыз. Бармайық, иә. Қазір азық-түлікті де үйге заказ береміз. Қараймыз, егерде инстаграмы жақсы жүргізілген, подписчик саны көп болса, үйге алдыра саламыз. Бірақ әлеуметтік желіден кейде адамдар детокс жасап тұрады. Иә. Сіз жасайсыз ба? Қаншалықты детокс жасайсыз? Міндетті түрде. Өзі ол менде бәрі сезіну арқылы.
Кейде болады тым көп болып кетеді. Назар да көп болып кетеді. Өзім байқаймын, ресурс деп айтатын сәнді термин бар ғой. Ресурс таусылып жататын, немесе жай ғана үндегің келмей қалатын кездер болады. Кез келген адам басында сөйлескісі келмейтін, сөйлегісі келмейтін және оған біреудің жақындағанын қаламайтын кездер болады. Сол кезде өзім сезем, әдетте бір 10 күн, кейде 15 күн, кейде 1 ай болып кетеді. Мен мүлдем жоқ болып кетпеймін Инстаграмда. Әйтеуір бірдеңелер салып жүремін, өтірік бір салып қойып, біреулер өтініш айтады, жариялаш деп. Жариялаш деп, бірақ өзім туралы ақпарат болмайды, өзім кадрда көп сөйлемей қалам деген сияқты. Ол депрессия емес. Ол жай ғана қоя тұрыңдаршы режим. Енді біздің ата-аналарымыз үлкен ұрпақ деп айтайық, олар әлеуметтік желіні біз сияқты қолданбайды, жастар сияқты қолданбайды. Үйренбеген ғой. Үйренбеген. Ал біз сияқты жастарға сіз қаншалықты, сіз жаңа айтып отырдыңыз ғой, детокс алу керек деп. Адамдарға қаншалықты детокс алу керек? Енді біз жастар бүйту керек, сөйту керек дегенмен жастар бізді тыңдамайды. Әркім өзіне сәйкес. Қазір керемет заман, жаңа поколение дейміз ғой, жаңа ұрпақ, әсіресе осы бір 2005-терден кейінгілерге қараймын, риза боламын. Сондай сезімтал, нәзік күшті, жақсы soft skills дейді ғой, білетін адамдар, переговор, коммуникацияны өлтіреді олар. Маған ұнайды. 19 жастағы қыз маған келіп, мен мобилографпын дейді. Сіз мобилографқа ақша төлемей-ақ қойыңыз, мен сізге бәрін әдемілеп түсіндіріп беремін дейді. Бірақ сіз маған сөздің өтімді болсын курсының прям терең емес, жеңіл ақпаратын беріп тұрыңызшы, бізден сондай бартер жасақшы дейді. Нешедесің десем, 19-дамын дейді. Окей дедім, 19 жасымда мен ондай болған жоқпын. То есть келіп қорқып тұрған жоқ, ол менен жұлдыз деп тұрған жоқ. Кәдімгі көшеде тұрды, келді осылай амандасып. Тамаша. Және өте жиі байқаймын, жастардың арасынан еркін, ештеңеден ұялмайды. Маған біреу бірдеңе дейді ау, бүгін уақытым емес ау, үлкендер өсіп алсын, содан кейін бізге жол келеді ау. Ондай жоқ. Ал біздің ата-аналарымыз, біздің аға-әпкелеріміздің заманында, мысалы, оларда үстел үстінде бас қосып алып, Шәмшінің әндерін айтатын вайб болған, Біз оларды көріп өскен жаңағы 35-тен 35+тер, бізде жиналып алып, кішкене ән айтамыз, бірақ оның барлығы әлеуметтік желімен бірге жүзеге асады. Ал бізден кейінгілер бәлкім сондай ән айтпайтын шығар, көрсе бізден әрі қарай жалғасады, жаңа ұрпақтар сабақтастығында, бірақ олардың вайбтары басқаша, еркіндік, жиналып алып подкаст ұйымдастырып жіберу, бір ойындарды ұйымдастырып жіберу, жаңағы бір-біріне инсайт бөлісу деген сияқты. Енді олардың өз заманының стилі сол. Сөздің өтімді болсын жобасы жайлы сұрағым келіп тұр, жаңа айтып өттіңіз. Адамдар сөйлеуге қорқады дедіңіз. Сізге сұхбатқа келген кезде қорқады дедіңіз. Мен де көп адамнан сұхбат алып көрдім. Расында басында аша алмайсың. Осы интервью басталмай тұрған кезде бір 10-15 минут жеке сөйлесіп алуға тырысасың. Сондықтан осы сөзің өтімді болсын жобасы сондай кісілерге арналған ба? Қандай жоба бұл? Сөзің өтімді болсын жобасы бәріне арналған. Жаңа бірінші сұрақта айттық қой, бәрі жеке бренд ретінде. Сөздің өтімді. Бұл енді тарихын барлық сұхбаттарда айтып бере беремін ғой, бірақ тарихы сол обасында сөзін өткізе алмай жүрген 1-2 сұхбат берушіден басталды, жеке коучтан, содан кейін біртіндеп тұтас оқу бағдарламасы болып потенциалды да. Журналистикадағы студенттер келіп жұмысқа тұрады, мен продюсер болып жүрген кезде. Қарапайым депутаттарды интервьюға шақыратын кезде келісе алмайды, мысы басып тұрады үлкен адамдардың. Яғни өзінен ірі, өзінен авторитеті жоғары адамдарға сөйлейтін кезде қысылады. Бұл деген сөз, бұл жаңағы үлкендерден оған қысым болған. Тұра тұр, сен айтпа, үлкен тұрғанда сен кіші сөйлемейді деген нәрселер бар деген сөз. Ол жаман емес, бірақ оны кейде утрированно қабылдап қаламыз. Енді әр нәрсенің өз реті бар ғой, бірақ түсінбей қалатын кездер болады, жастардың санасы басқа ғой. Сондықтан осындай блогтар пайда болады, Негізі, интервьюда басында 15 минут емес, 1 жарты сағаттай шай ішіп алу керек. Өйткені сізді танымайды ол адам. Сізге неге ашылуым керек деген оның интуитивті түйсікте кішкене қорғанысы бар. Өйткені сіз онымен жеке сөйлесіп отқан жоқ, сіз онымен сөйлесу арқылы бүкіл қоғамға оның жан дүниесін ақтарып тастайын деп отырсыз. Сондықтан ода кішкене бұл маған қауіпті ме, қауіпсіз бе деген сияқты сұрақтар туындап, сізден энергетикалық байланыс орнатып жататын ол. Жақсы эксперттерге бәрібір олар толығымен өзін қорғап алған. Жаңа келе жатқандарда, практика жоқтарда ол бар.
бір жағынан енді көңіліміз қалады, бала кезде ренжиміз, жаңағы көп тыйымдарды болады, соның бәрін көріп өскендер қатты қорқады. Тойда кәдімгі қарапайым тост айтатын кезде, дипломын қорғайтын кезде, жаңағы ғылыми жобасын қорғайтын кезде, брейнштормда пікір айтатын кезде қиналып қалады. Терлеп, дірілдеп, айтпадым ау. Оның идеясын білетін адам басқа біреу өткізіп жіберіп жатады да, сол кезде әттеген-ай болып жатады. Сондайларға арналған, сөйлеуден қорықпауға арналған курс. Ол психология арқылы, физиология арқылы, сосын кәдімгі продажаның методтарын бәрін үйретеміз. Енді әлеуметтік желіде инфожобалар көп. Біз оларды инфо-цыгандар деп атайды. Сіздің бәрі емес, бірақ мысалға бір жобаны бастап аяғына дейін жеткізбейтіндер, бастысы ақша табу. Яғни блогерлер өзінің подписчиктері бар, жинап алған, аты арқылы жасайды, бірақ дым пайдасы жоқ. Сіздің ондай жобалардан айырмашылығыңыз қандай? Осындай көп жобалардың ортасында қалып қалмас үшін? Жоқ, мен қалмайтын сенімді 100% айта аламын, мен өйткені таргет жасамаймын. Мен таргетсіз сатамын. Мен таргетсіз айына енді мақтан пайдалан былай жекелеген ұжымдардан бөлек, просто инстаграмнан сторис салған үшін мен жекелей 50-60 сатылып кетіп жатады. Бұл таргеттен сатылатын пакеттер обычно. Негізі инфо-цыган деген не? Ол алып сатар. Яғни, грубо говоря, егер құлпынай өндіретін, мысалы, Данияр деген біреу құлпынай өндіріп жатса, және ол базарға апарып құлпынайды сатса, ол құлпынайдың дәмін, құрамын білет, сатып алушыға айтады, бұл құлпынайды өзім өсірген, осындай топырақта, ол осындай жақсы дейді, тұқымын ана жақтан Египеттен әкелгем дейді. Сатып алушы сенеді Даниярға, өйткені ол эксперт және алады. Ал егер Даниярдан әйгерім сатып алып, бағасын үстінен өсіріп, базарға апарып, құлпынай керемет деп мақтай салып сатып алған кезде, ол басқа болып шықса, кішкене, міне әйгерім инфо-цыган. Мен емес. Яғни, қазір шетелдегі ақпараттар көп, мысалы, америкалық, француздық курстар көп, еуропалық курстар көп, Курсерадағы курстар көп. Соларды алады, оқиды, ресейлік көп, содағы негізгі ақпаратты алып, өзіне ыңғайлап қазаққа дәл соның қазақша нұсқасын сататындарды инфо-цыган деп айтуға болады жар. Қалай ажыратамыз? Енді мен альтруистпін, мен біреуді жамандағанға қатты қарсымын. Әркім қолынан келгенше ғой. Қалай ажыратуға болады? Мысалы, мен медиа салада именно экранда жүргеніме 23 жыл болды. 23 жылда мен атқармаған қызмет жоқ. Телеарнада, медиада. Мен білмесем, кім біледі сөйлеуді, қанша жыл кадрдамын, және мен радиодағы дауыспен, жарнамадағы дауыспен ең қымбат озвучка жасайтын голостардың бірімін. Мен точно білетім ғой дауысты, сөздің өтімділігін, дебатқа қатысқам деген сияқты. Ал егер мысалы кадрға 1-2 жыл ғана шығып, мүмкін жарты жыл ғана шығып экранға, сондай 1-2 жылдық тәжірибесі бар біреу келіп дауыс туралы айтып жатса, немесе ешқандай практикасы жоқ адам дауыс туралы айтып тұрса, бәлкім ойлану керек шығар, бұл эксперт па деп, бұда тәжірибе бар ма деп. Яғни нарықтағы үздікті анықтау тағы да сол алушының талғамына сәйкес. Сол үшін бізге мүмкіндігінше сауатты арттыру керек, алданып қалмау үшін. Әйгерім Есенәліден 3 кеңес естігіміз келеді. 30 кеңес айтайын керек болса. Уақыттың енді тапшылығына байланысты 3 кеңес. Қалжың. Кеңес біреудің сәтсіз тәжірибесі дейді. Яғни көп жағдайда кеңес әсер етпей жатады. Өзім көп тәжірибе, былай істей, өздеріңіз құрбыларыңыз қойсай дейсің, бәрібір басына тимейінше былай қоймай. Басқа тию деген керемет. Білесіз ба неге? Басқа тиген кезде бас қимылдайды да ойланасың да, дейсің. Яғни, мен өз қателіктерді жақсы көремін. Қателік керемет бізді мықты тұлға етеді. Қиындықтар біздің тұлғалық иммунитетімізді өсіреді. Көп адамдар өмірдің тек жақсы жағын қабылдайды. Әдемілікті қабылдайды. Егер сен кішкене бетің боянбай шықсаң, сен әжіміңді көріп қалып атса, әжім деп ренжиді. Жоқ, жақсыны да және күнді де көлеңкені де, күнді де түнді де, жарықты да қараңғыды да бірдей қабылдаған адамда бәріне махаббат бірдей болады. Яғни сіз қателескен, егер осы объективизмге жетіп алсаңыз, қателікті қабылдай аласыз. Қателескен кезде неге менің басыма бұл бұйырды емес. Қателескен кезде, менде өсім болайын деп жатыр. Мына жерде мен не ұғынуым керек деп қарау керек. Бұл сабақ
ары қарай не істеу керек, енді так деу керек, қателікке солай қарау керек деп ұсыныс жасар едім. Кеңесім менің сол: қателіктен депрессияға түсіп кетсеңіз, уақыттан ұтылып қаласыз. Бірінші кеңес. Екінші кеңес: жақсы болсын, жаман болсын, ақыл айтып жатқан адам бәріне құлақ асу керек. Өйткені біздің түйсігіміз, интуициямыз мидан гөрі ақылдырақ, мидан гөрі смарт енді. Сондықтан біздің ішкі жан дүниемізге, жаңа өсімдерімізге қажет ақпаратты запроспен Google сияқты іздеп жүреді түйсік. Сәйкесінше әр ақылды подкастты біреу айтып жатқан кезде инсайттарды түйсік қағып алады. Кітаптың керек сөйлемдерін астын сызып қойған сияқты. Мысалы, 5 жыл бұрын астын сызып қойған сөйлемдері 5 жылдан кейін оқысаңыз, немене мынау дейсің. Мысалы, сол сияқты, бірақ сол кезде ол интуиция үшін өте қажет болған нәрсе. Өсіміңіз үшін сол кезде әсер етті. Сол үшін айтылған сөзді, білімді адамдарды көбірек тыңдап, сол білімді адамдардың ортасына қарай ұмтылып жүруге кеңес беремін. Үйде телефонмен жата бергенше. Смартфонның бетін жалпы сипап жатуға кемде бір күнде 1 сағаттан артық уақыт жұмсамаған дұрыс. Немесе видеосын көруге болады енді кешке жақын бәлкім. Және спортпен үнемі айналысуға кеңес беремін. Өйткені біздің ақылымыз, түйсігіміз тек баста емес, бүкіл денемізде, тәнімізде миллиондаған нейрон бар. Және біздің қабілеттеріміз, мүмкіндіктеріміз спортпен айналысқан сайын ашыла береді. Ол дәлелденген. Рахмет, Әйгерім ханым. Жақсы сұхбат болды деп ойлаймын. Үміттенемін. Пайдалы болды деп ойлаймыз жастарға. Рахмет сізге, сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.